Сәлем достар, пайдалы қазақша каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге маңызды жаңалықпен бөліскім келеді. Осы уақытқа дейін мен сіздермен Қытай маркетплейстеріне қатысты пайдалы материалдар, лайфхактар және жұмыс істеу жолдарын көрсетіп келдім. Енді осы арнаның бағытын өзгертіп, жаңа тақырыпқа өтемін. Алдағы уақытта бұл канал жеке даму, тиімділік және дұрыс жоспарлау туралы болады. Яғни уақытты тиімді пайдалану, визуализация, мотивация, тұлғалық даму, күн тәртібі және дұрыс әдеттер. Жеке дамуға қатысты пайдалы ақпараттарды, нақты қадамдарды, мысалдар мен кеңестерді бөлісетін боламын. Ендеше көп сөзбай, бүгінгі алғашқы тақырыпқа көшейік. Бүгінгі тақырып жалпы күн тәртібі және тиімді кестені қалай құруға болады. Күніңді қалай тиімді өткізуге болады. Қалай ойыңда жүрген жоспарларды іске асырып, осы уақытқа дейін армандаған бейнеңе айналуға болады. Бұл әрине мүмкін. Бәрі уақытты дұрыс басқарудан басталады. Бізге берілген уақыт бірдей 24 сағат. Осы 24 сағатпен бай да, кедей де, табысты да, табыссыз да өмір сүріп жатыр. Бірі уақытын тиімді қолданып, нәтиже жасап жүрсе, екіншісі сол табысты адамдарға қарап, қызығып, уақытын экран алдында өткізіп алады. Айырмашылық тек уақытты басқару ғана. Күндіз-түні әлеуметтік желіде телефон шұқылап, одан қалса теледидардың алдында телміріп отырып, арзан қалжың, бітпейтін мәні жоқ сериалдарды тамашалаумен бар ғұмырын өткізіп жатқандар қаншама. Кейбір зерттеулерге сүйенсек, бүгінгі таңда смартфонды орташа қолданатын адамның өзі күніне 2617 рет, ал көбірек қолданатындары 5400 дүркін түртеді екен. Apple компаниясы iPhone-ды белсенді қолданушылар күніне 80 рет, сағатына 7-8 рет қарайтынын растаған. Уақытын тиімді пайдалана алмаған адамдар оның үнемі жетпей жатқандығын айтып шағымданады. Жаңа нәрсені үйренуге, қандай да бір істі жасауға уақыт тапшылығы себептеу шындықпен жанаса бермейді. Мысалы, артына мол мұра қалдырған Әл-Фараби, Яссауи, Ұлықбек, Абай, Шәкәрім атамыз секілді барлық жасампаз ұлы тұлғаларға берілген уақыт мөлшері бізге де берілген. Арадағы айырмашылық көпшілік адам уақытты әйтеуір өткізуді, ал ұлы адамдар оны тиімді пайдалануды ойлайды. Мысалы, 45 жасында дүние салған имам Науауи 500 томға жуық құнды еңбек жазып кетті. Ол күндіз намаз, ораза, зікір секілді құлшылықтармен қатар ғылымға, кітап жазуға уақыт табу үшін әр минутын тиімді пайдаланудың жолын іздеген. Ғұламаның күніне бір-ақ рет тамақ жегендігі, жолда кетіп бара жатқанда да пайдалы істермен айналысқандығы айтылады. 45 жас ұзақ ғұмыр емес, бірақ артында мұншалық көп құнды мұра қалдыруы оның уақытты өте тиімді пайдаланғандығының көрінісі. Сондықтан ғұмырдың ұзақтығы көп жыл өмір сүрумен емес, қысқа да болса уақытты тиімді пайдаланып, дұрыс нәрселерге жұмсаумен өлшенеді. Ал бос нәрсемен өткен ұзақ ғұмыр жоғалған көп уақыт қана. Орынсыз жұмсалған ақшаның ысыраптығын, желінбей босқа төгілген астың обалдығын жиі айтамыз. Ал уақыттың ше? Несіл кеткен уақыттың ысыраптығы мен обалдығы неліктен жиі айтылып, әрбіріміздің бос уайымызға айналмайды? Жетістікке жетуді мақсат еткен кез келген адам уақытының әрбір минутын жақсы амалдармен толтырып, күндіз жоспар жасауға тырысады. Көп адам күндік жоспарын дұрыс түзе алмай, оның әртүрлі керекті, керексіз іспен үйіп-төгіп толтырып тастағандықтан үнемі асығыс-үсігіс стресте жүреді. Тіпті жоспарлап алып, орындамаған істер үшін өзін кінәлі санайды. Өзіне деген сенімін жоғалтады. Нәтижесінде жоспар бұзылғандықтан армандары айда, өздері сайда қалады. Бәрін тастап жоспарсыз бейқам өмір кешеді. Мұндай жеңіліс уақытты басқару жолын білмегендіктен, жоспар жасаудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін меңгермегендіктен туындайды. Әсілінде жоспармен атқарылған 1 сағаттық жұмыс 1 апта бойы жоспарсыз жасалған жұмыстан артық өнім береді. Ісі дұрыс реттелген адамның көңілі тоқ жүреді, өзін бақытты сезінеді. Бұл жайлы Виктор Франкл былай дейді: дұрыс жоспарланып реттелген өмірдің екінші көрінісі бақыт. Қазір рет-ретімен уақытты басқарудың, дұрыс жоспар жасаудың жолдарын үйренеміз. Осы күннен бастап кішкентай өзгеріс енгізейік. Бүгін қолыңызға қалам алып немесе электронды форматта күн жоспарын жазып көріңіз. Бірақ жоспарды қалай дұрыс құру керек? Жай ғана ұзын тізім жасап қою жеткіліксіз. Дұрыс жоспар құрылымды, нақты әрі орындалатын болу керек. Егер сіз жоспарсыз өмір сүрсеңіз, ми әрі 5 минут сайын не істеймін деп шаршайды. Күннің ортасында күш жоғалтады. Ұсақ нәрселерге уақыт кетеді. Ал жоспарлы өмірде шешім қабылдауға,
энергия кетпейді. Басымдық автоматты түрде бөлінеді, уақыттан ұтасыз. Таңертеңгі уақыт мидың ең белсенді кезеңі. 7 мен 7:15 арасы. Ояну, су ішу, жеңіл қозғалыс. Бұл кезең миды оятып, денені іске қосылатын уақыты. Бір стакан су миға оттегі жеткізуді жылдамдатады. Жеңіл созылу денедегі қан айналымын жеңілдетеді. Тыныс жаттығуы жүйкені тыныштандырады. Бұл жердегі мақсат денені бірден стрессіз іске қосу. 7:15 пен 7:45 арасы таңғы ас энергия қоры. Идеалды таңғы ас ақуыз, күрделі көмірсу, көкөністер. Тәттімен бастауға болмайды, өйткені тәтті инсулинді тез көтереді. Түсте аштық келеді. 7:45 пен 8 арасы күн жоспарын жазу. Тек 3 мақсат жазыңыз. Біріншісі ең маңыздысы, екіншісі орташа, үшіншісі тез аяқталатын. Бұл әдіс мидың артық ойлануын тоқтатады. Не бастаймын, не маңызды деген сұрақ болмайды. 8 пен 10 арасы негізгі жұмыс. Неге дәл осы уақыт? Өйткені температура көтерілген, ми белсенді, энергия жоғары. Басты тапсырма дәл осы блокта шешіледі. Мысалға, менің жағдайымда видео монтаждау, мәтін жазу, клиентке коммерциялық ұсыныс, есеп жазу деген секілді. Желіні сөндіріп істеген тиімді. 10 мен 10-15 арасында үзіліс. Бұл жерде міндетті тұру, су ішу, жеңіл перекус жасау, мойын арқа созу. Бұл миға сигнал береді, яғни бірінші блок аяқталды. 10-15 пен 12:30 арасы бұл уақытқа оқу, кездесулер, техникалық тапсырмалар, телефон қоңыраулары, чаттарға жауап берген тиімді. 12:30 пен 13:30 арасы түскі ас және демалыс. Ең маңызды ереже тамақпен бірге Instagram, яғни соцсет қарамау, видео көрмеу, тек тамақпен тынығу. Ми осы кезде қайта қуаттанады. 13:30 пен 15:30 арасы негізгі екінші блок. Бұл блок нәтиже беретін зона. Таңертең басталған немесе бөлек жаңа нәтижелі істі орындауға жақсы уақыт. Мысалға, менің жағдайымда видео түсіру, контент жазу, логотип дайындау, курсты оқыту деген секілді. 15:30 пен 15:45 арасы үзіліс. Жеңіл серуен 5 минуттық жеткілікті. Қан айналымын 60-70%-ке жақсартады. 15:45 пен 17:00 арасы ұзақ тапсырмалар. Бұл жерде қоңырау, төлем, файл жіберу, чаттар, керек затқа тапсырыс беру деген секілді. Бұл жұмысты күннің басына қоюға болмайды, көп энергия кетеді. 17:00 мен 19:00 арасы үй, бала, дайындық, яғни бұл кезең эмоциялық. Мысалға, үй шаруасы, кешкі ас, баламен сабақ оқу, дүкен аралау деген секілді. 19:00 мен 20:00 арасы жеңіл қозғалыс. Дәл осы кезеңде ақыл ойдан физикалық режимге ауысуы, шаршауды шығару, омыртқаға жүктемені түсіру. Бұл жақсы ұйқыға әсер етеді. Мысалға, арқаны созу, йогамен айналысу, жылы душ, массаж, ролик деген секілді. 20:00 мен 21:00 арасы ертеңгі жоспарлау. Яғни мына әрекеттер өте пайдалы болып келеді. Ертең не істеуім керек? Киімді спортқа дайындау, планшеттерді, телефондарды зарядтау, жұмыс столын жинау. Бұл миға сигнал береді, яғни ертең бәрі дайын. 21:00 мен 22:00 арасы телефонсыз релакс. Яғни мына жерде телефон қарамау өте маңызды. Ұйқыға дайындалу. Және де кітап оқысаңыз болады, тыныс алу жаттығуларын жасасаңыз болады. Бұл жердегі мақсат миды бәсеңдету. 22:00 бұл ұйқыға жату кезі. Ерте ұйқы иммунитетті көтереді, есте сақтау қабілетін жақсартады, сіздің келесі күнге энергия толы. Жақсы ұйқы, өнімді ұйқы. Егер дәл осы тәртіпті 7-10 күн ұстансаңыз, энергия артады, эмоция тұрақталады, тамақ режимі реттеледі, ми тынышталады, жұмыс тез аяқталады. Сонымен уақытты тиімді пайдалану бір үлкен өзгерістің бастамасы. Егер бүгін бір ғана маңызды істі дұрыс жоспарлап орындасаңыз, ертеңгі күніңіз өзгере бастайды. Уақыт ресурс қана емес, сіздің өміріңіздің сапасы. Ал оны кім басқарады? Тек өзіңіз. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып каналыма тіркеліп қойыңыз. Арнамда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі сабақта кездескенше.